Оқырман қауым, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жоғарғы тыныс алу жолдарының вирустық инфекциялық қоздырғыштары. Олардың ішінде тұмау, парагрипп, қызылша, эпидемиологиялық паротит, коронавирустық инфекциялар. Олардың морфологиялық және антигендік сипаттамасы, микробиологиялық диагностикалары, алдын алудың микробиологиялық тәсілдері. Тұмау вирусы эпидемиологиялық жиі таралатын жедел вирустық респираторлық инфекция. Тұмау жалпы интоксикация мен қызба болумен тыныс алу жолдарының, жүйке және жүрек тамыр жүйесінің зақымдалуымен сипатталады. Таксономиясына келетін болсақ, тұқымдастығы орта миксовиридея, туыстастығы инфлюенса вирус, түрлеріне келетін болсақ, жиі кездесетін негізгі 3 түрі бар. А, Б, С түрлері. А түрі адамдар мен жануарларда кездеседі. Б және С түрлері тек қана адамды зақымдайтын вирустың түрі болып табылады. Морфологиясына келетін болсақ, геномы сфера пішінді болады. Ішінде бір жіпшелі минус РНК орналасады. Вирион сыртында спикулалар бар. Спикуланың сыртында 2 антиген орналасқан. Гемоглютинин және нейроминидаза антигендері орналасқан. Антигенді құрылымына келетін болсақ, ішкі антигені болады және беткейлік антигені болады. Тұмау вирусының ішкі антигеніне ол түр спецификалық S антигені, нуклеокапсид пен матрицалық ақуыздың антигендері болып, олар сол антигендеріне байланысты тұмау вирусы А, Б, С типтеріне бөлінеді. Ал беткейлік антигеніне келетін болсақ, ол V антигені, ол протективті антигендер болып табылады. Протективті антиген бұл беткейлік гемоглютинин N антигені, сезімтал жасушалардың вирустың адсорбциялануына және оған енуіне ықпал етеді. Эритроциттердің жабысуымен гемолизін тудырады. Вирусты бейтараптайтын антидене түзілуін тудырады. Келесі нейроминидаза антигені. Вирустық мембрана жасушасының мембрананың бірігуіне қатысып, қабылдаушы иесінің жасушасына вирустың босап шығуына қатысатын фермент болып табылады. N және H антигендері дрейфтік және шифттік өзгерістер нәтижесінде бұлар өзгерістерге ұшырап отырады. Дрейфтік антигенге келетін болса, ол нүктелік антиген мутация болып табылады. Нәтижесінде N антиген ағзаға өзгерістерге ұшырайды, аздаған өзгерістерге ұшырайды. Бұл популяция айналымдағы антидененің спецификалық қасиеттерін төмендетеді. Нәтижесінде сол кіші түрдің ішінде аздаған өзгерістер сероварианттар пайда болады. Ал шифттік антигенге бөлетін болсақ, ол N немесе H синтезделуін кодтайтын геном учаскесінің толық ауысуы. Бұл А тұмау вирусының жаңа типтерінің пайда болуын тудыратын өзгерістерге жатады. Тұмау вирусының репродукциясына келетін болсақ, бұлардың негізгі сезімтал жасушалары жоғарғы тыныс алу жолдарының эпителиалды жасушасы болып табылады. Бірінші кезеңде вирус осы сезімтал жасушаларға сыртындағы H және N антигендерінің көмегімен бірінші этапта адсорбцияланады. Эндоцитоз көмегімен геном жүрекшесі вирустың жүрекшесі жасуша ішіне енеді. РНК-ның репликациясы жасушаның цитоплазмасында жүреді. Цитоплазмасынан бастапқы этаптары жүректе, қалған транскрипция процестері жасушаның ядросында жүреді. Ядросында жасуша цитоплазмасында минус РНК-дан плюс РНК, ақпараттық РНК синтезделеді. Ақпараттық РНК жасушаның ішіне еніп, ядро ішіне еніп плюс РНК, сол жерде вирустың жаңа геномының транскрипциясы жүзеге асырады. Ядродан жасуша цитоплазмасына шығып, сол жерде қажетті ақуыздардың синтездері пайда болып, жасушаның бүршіктену арқылы жаңа вирус қоршаған ортаға бөлінеді. Тұмау вирусының лабораториялық диагностикасына келетін болсақ,
Негізгі науқастан алынатын зерттеу материалы мұрын жолдарынан және жұтқыншақтан, тампонмен алынатын шырыш және шайындылар, төменгі мұрын жолдарының шырышты қабатынан таңбаланған жағында алынады, мәйіттерден кеңірдегі және бронхтары зақымдалған шырышты қабықтары мен өкпе тіндері алынады. Экспресс диагностикасына келетін болсақ, 2-5 сағат ішінде тұмаудың болжам диагнозын қоюға мүмкіндік береді. Көбінесе экспресс реакциясы есебінде иммундофлюоресценттік әдісті қолданамыз. Тұмаудың ерекше антигендері және жасуша ішілік қосындылары жарқырау арқылы люминесцентті микроскопта көруімізге болады. Ерте диагностика жасауымыз үшін аурудың алғашқы 3-5 тәулігінде тұмаудың антигендерін иммундоферменттік талдау арқылы анықтауымызға болады, немесе вирусологиялық әдіс арқылы вирусты индикация және идентификация жасап, вирустың таза дақылын бөліп алуымызға болады. Риноскопиялық зерттеу. Риноскопиялық зерттеу кезінде мұрын шырышты қабатынан таңбаланды жағынды жасап, оны Романовский гимза әдісімен немесе күмістендіру арқылы бояу арқылы жасуша эпителисындағы десквамация мен дегенерацияны анықтауға болады. Келесі зерттеу әдісі мұрын жұтқыншақ шайындысын вирусологиялық антигендерді гемагглютинация реакциясымен және гемагглютинацияның тежелу реакциялары мен серологиялық реакция қою арқылы анықтауымызға болады. Тұмау вирусының вирусологиялық зерттеу әдісіне келетін болсақ, бұл тұмау вирусын тауық эмбрионында жұқтыру арқылы немесе жасушалық дақылда өсіру арқылы вирусты көбейтуімізге болады. Бірінші тауық эмбрионына жұқтыруға келетін болсақ, бізге 6-12 тәуліктік тауық эмбрионы керек. Сол тауық эмбрионына мұрын жұтқыншақтан алынған шайынды аламыз науқастан. Оны алдымен басқа микрофлора өсіп кетпеу үшін антибиотиктермен жаңағы зерттеу алынған материалын өңдеп аламыз. Сөйтеміз де тауық эмбрионның алантой сұйықтығына, амнион ішіне, сарыуыз қапшығына немесе эмбрионға кез келген қуысына зерттеу материалын жібереміз. Жіберіп 35 градуста 3 тәулікте инкубация жасаймыз. Инкубация жасап болғаннан соң, келесі 3 тәуліктен соң вирусты индикациялаймыз. Индикациялау үшін біз гемагглютинация реакциясын қоямыз. Тауық эмбрионнан алантой сұйықтығын алып, осы тауық эмбриондарында адсорбциялану арқылы гемагглютинация реакциясын қоюымызға болады. Арғарай вирустың типін анықтау үшін гемагглютинацияның тежелу реакциясын және науқастың қан сарысуындағы антидене титрін анықтау үшін қан сарысуы мен гемагглютинацияның тежелу реакцияларын қоюымызға болады. Ал жасушалық дақылға енгізу үшін науқастан алынған зерттеу материалын біз жасушалық дақылдарға енгізу арқылы жасушалық дақылды 1 апта ішінде 33 градус температурасында инкубациялаймыз. Сонан соң жасушадағы цитопатиялық әсерді, яғни жасушада пайда болған өзгерістерді анықтауымызға болады. Жасушалық дақылды сондай-ақ біз вирусты индикациялау үшін гемадсорбция, гемагглютинация, сондай-ақ иммундофлюоресценттік әдіс арқылы вирусты индикациялау және идентификациялау үрдістерін жүргізе аламыз. Тұмауды респективті диагноз қою үшін науқастың қос сарысуы мен гемагглютинацияның тежелу реакциясын қойып, 7-14 күннен соң науқастың қан сарысуындағы антидене деңгейінің 4 және одан да жоғары есеге жоғарылауын анықтауымызға болады. Тұмаудың диагностикасы үшін қазіргі таңда ПЦР сараптамалары дайындалып жатыр. Тұмаудың профилактикасына келетін болсақ, тұмаудың профилактикасы қазіргі таңда спецификалық тұмау вирусына қарсы вакциналар кеңінен қолданылады. Бұл вакцинация жылына 1 рет тұмау эпидемиясы басталмай тұрып жасалынады. Қолданылатын вакциналарға келетін болсақ, ол инактивтендірілген тірі вакциналар қолданылады тұмауға қарсы,
ажыратылған сплит вакциналары қолданылады, сонымен суббірлікті вакциналар қолданылады. Шұғыл профилактика үшін біз вирусқа қарсы химия препараттарды қолдануымызға болады. Арбидол, амексин, аксилин жақпа майларын бұл шұғыл профилактика үшін қолданылатын химия препараттары. Келесі вирусымыз бізде парамиксавирустар. Парамиксавирустар құрамында РНК-сы бар вирустарға жатады. Бұл тұқымдастыққа тыныс алу механизмі арқылы берілетін респираторы синцитиалды вирус, қызылша, паротит, парагрипп вирустары кіреді. Парамиксиде тұқымдастығы екі түр астына бөлінеді негізінен. Парамиксавирине тұқымасты, оларға респиравирус, морбигивирус және рейбила вирустар туыстастығы кіреді. Келесі тұқымасына пневмовирустар тұқымасына пневмовирус пен метапневмовирус тұқымдастары кіреді. Морфологиясына келетін болсақ, бұлардың вирион пішіні сфера тәрізді болып келеді. Сыртында екі түрлі көптеген тікенектері болады. Липопротеидті суперкапсиді бар. Суперкапсид ішінде матрицалық М ақуыз қабаты іргелесіп жабысып жатады. Вирионның орталық бөлігінде симметриялы спираль тәрізді борпылдақ домалақ болып орналасқан нуклеокапсид РНК жіпшесі орналасқан. Парагрипп. Парагрипп вирусының сыртындағы NH, NP, F антигендері бойынша парагрипп вирусының негізгі 4 серотипі ажыратылады. Олар бірінші, екінші, үшінші типті паротит вирусына қарсы антигендермен өзара қиғаш әрекеттеседі. Төртінші типті вирус ерекшеленеді және екінші типі 2 типшесі болады. Барлық парагрипп вирусы NH ақуызына ие, сондықтан гемоглютинациялаушы және нейраминидазалық белсенділік көрсетеді. Парагрипп вирусының бірінші және екінші типі тауық эритроцитінде агглютинацияланады, ал үшінші типін келетін болсақ, ол тек қана теңіз шошқаларының эритроциттерінде агглютинацияланады. Бірінші типі ересек және балаларда жеңіл түрде өтетін респираторлы ауырлық туғызады, ал екінші типі балаларда ауыр түрде өтетін ларингит, трахея, бронхит, крупозды қабынуларды туғызады. Антигендік құрылымына келетін болсақ, бұл жерде парагрипті негізінен екі антиген болады. Ішкі S антиген, нуклеопротеин және беткейлік И антигені тікенек тәрізді өсінділердегі нейраминидаза және гемагглютинин антигендік құрылымдары бар. Репродукциясына келетін болсақ, репродукциясы қабықшадағы гликопротеид NH және G тікенектерінің көмегімен бұл вирус өзіне сезімтал жасушаның бетіне адсорбцияланады. ақуызы қабықшаның жасушаның плазматикалық эндосомасымен бірігіп, вирустың жасуша ішіне енуін қамтамасыз етеді. Геномның репликациясы РНК полимераза вирустың нуклеокапсидімен жасушаға енгізіледі. Геном әр ақуызы үшін жеке ақпараттық РНК-ға және геномдық РНК үшін толық плюс матрицаға транскрипция болады. Жаңа геномдар ЛП, Н, П ақуыздары өзара әрекеттесіп, нуклеокапсид түзеді. Қабықшадағы гипокатидті тікендердің зашарлары рибосомада синтезделеді. Нуклеокапсид матриксті ақуызбен және гликопротеидті модификацияланған мембранамен байланысады. Вибрион жасушада бүршіктену жолымен шығады. Парамиксавирустар F ақуызының көмегімен көрші жасушаларға еніп, сол жасушалардың өз ара бірігуін тудырады. Бұл жағдайда көп ядролы алып жасушалары синсития симпластар пайда болады. Бұл механизм вирустың жасушадан жасушаға тікелей таралуына мүмкіндік
береді. Парагрипптің лаборатория диагностикасына келетін болсақ, негізгі науқастан алынатын зерттеу материалы сілекей, зар, ми жұлын сұйықтығы, бездердің пунктаттары алынады. Иммундық ферменттік көмегімен мұрын жұтқыншақ эпителий жасушаларының вирустарының антигенін анықтауға болады. Серологиялық әдістер қанның қос сары суы мен антидененің титрінің жоғарылағанын анықтауымызға болады. Комплемент байланыстыру реакция, бейтараптау реакция, гемагглютинацияның тежелу реакциясын анықтауымызға болады. Ал вирустың антигендерін анықтау үшін иммундық ферменттік талдау қойылады. Диагностикада вирусологиялық әдіс қолданылады. Бұл жерде біз тауық эмбрионына немесе жасушалық дақылдарға жұқтыру арқылы жасушалық дақылдардағы алып жасушалар симпласттарды анықтауымызға болады. Вирусты индикация жасау үшін гемагглютинацияның тежелу реакциясы, иммундық ферменттік талдау, комплемент байланыстыру реакциясы және бейтараптау реакциясы қою арқылы вирусты индикация және идентификация жасауымызға болады. Эпидемиологиясына келетін болсақ, парамиксовирустар, бұлардың таралуы жоғарғы тыныс алу жолдарының вирустық инфекцияларымен ұқсас болып келеді. Негізгі ауру көзі ауру адам болады, берілу механизмі ауа тамшылы жолмен беріледі. Негізгі кейбір парамиксовирустар жедел респираторлы вирустардан ерекше түрде өтеді. Олар мысалға қызылша мен паратит вирустарын алатын болсақ, бұл вирустардың өзіндік клиникалық белгілері болады және бұлар циклді ағыммен өтеді. Парагрипптардың профилактикасына келетін болсақ, бұлардың спецификалық профилактикалары жоқ. Қызылша вирусы. Таксономиясы қызылша вирусы, морбили вирус туыстастығына жатады. Парамиксидея тұқымдастығына, парамиксовирине тұқым астына жатады. Қызылша бұл жоғарғы тыныс алу жолдарын, көз шырышты қабықтары мен жоғарғы тыныс алу жолдарының катаралды қабынуын туғызатын, сондай-ақ теріде дақылды папулезді бөртпелер пайда болатын жедел антропонозды вирустық инфекция болып табылады. Қызылшамен негізінен мектеп жасындағы және мектеп жасына дейінгі балдар жиі ауырады. Сирек жағдайда бұл вирус баяу дамитын вирустық инфекция склерозды панэнцефалит ауруын туғызады. Морфологиясы барлық парамиксовирустікмен бірдей болып келеді. Бірақ бұл вирустың жалғыз айырмашылығы сыртында нейраминидаза болмайды. Антигендеріне келетін болсақ, негізгі антигендері NF беткейлік гликопротеин және NP нуклеокапсидтік ақуыз болып табылады. Қызылша вирусының барлық белгілік штамдарында антигендік құрылымдары бір-біріне ұқсас болып келеді. Макроорганизммен түзілген осы антигендерге қарсы антиденелер вирустың бейтараптайтын белсенділікке ие және вирус жұққан жасушаларға қатысты цитотоксикалық әсер көрсетеді. Репродукциясына келетін болса, қызылша қоздырғышы көбінесе басқа миксовирустарға ұқсас дәл сол этаптармен репродукция жасалынады. Эпидемиологиясына келетін болсақ, негізгі инфекция көзі ауру адам болып табылады. Берілу механизмі ауа тамшылы жолмен беріледі. Мұрын, трахея, бронхтың шырышты қабаттары эпителий жасушаларында көбейіп, қанға өтіп, қан тамырлардың эндотелий жасушаларын зақымдап, денеде бөртпелер пайда болады. Диагностикасына келетін болсақ, науқастан алынатын зерттеу материалдары мұрын жұтқыншақ шырыштар алынады, қан, конъюнктива бөлінтілері, бөртпелердің қырындысы, зар алынады. Негізгі қызылшаның лабораториялық диагностикасына келетін болсақ, ең алдымен бұл қызылша клиникалық көріністеріне байланысты диагноз қою өте оңай болады. Себебі қызылша кезінде дәл осы қызылшаға тән денедегі бөртпелердің пайда болуы, бөртпелер бастан бастап төменге қарай этаптармен пайда болады және науқастың ауыз ұрттағын шырышты қабатында
филатов комплектің ақ дақтары пайда болады. Осы алғашқы диагнозды науқастың клиникалық белгісіне қарап ақ оңай қоюға болады. Лабораториялық зерттеуге келетін болсақ, риноскопия зерттеуі ядродағы цитоплазмадағы қосындылар көп ядроның пайда болуы, мұрын жұтқыншақ бөлінділері немесе таңбаланған жағындылар жасап, оны Романовский гимза әдісімен бояған кезде микроскопта қарағанда күлгін цитоплазма фонындағы қою қызыл түсті цитоплазмалық қосындылар, яғни симпластарды анықтауға болады. Мұрын жұтқыншақ бөлінділерінен немесе бөртпе элементтерінің қырындынан алынған эпителий жасушаларынан иммунофлюоресценті әдісімен антигендерді анықтауға болады. Полимеразды тізбектік реакция арқылы вирустың геномын анықтауға болады. Серологиялық реакцияларға келетін болсақ, комплементтік байланыстыру реакция, гемагглютинацияның тежелу реакциясы, жанама гемагглютинация реакцияларын қос сарысу мен қан сарысуындағы антидене титрін анықтауымызға болады. Науқастың алғаш түскен уақытында тексеріледі қан сарысуындағы антиденесі, сонан соң екінші аптада тексерген уақытта егер антидене деңгейі 4 және одан да жоғары есеге жоғарыласа, бұл диагнозды растайды. Иммундық ферменттік талдау. Иммундық ферменттік талдау арқылы біз науқастың қан сарысуында жедел сатысында иммуноглобулин N-ді анықтауымызға болады, және созылмалы кезінде екінші аптадан бастап қан сарысуында иммуноглобулин G-ді анықтауымызға болады. Иммуноглобулин G вакцина қабылданған адамдарда да қан сарысуында анықталуы мүмкін. Вирусологиялық зерттеу әдісі. Вирусологиялық зерттеу әдісіне келетін болсақ, жасушалық дақылда қандағы немесе науқастың мұрын жұтқыншақ шайындысындағы вирусты бөліп алуға негізделген. Бұл үшін біз біріншілік маймылдың бүйрек жасушасынан алынған біріншілік жасушаларда, жасушалық дақылда немесе адам эмбрионы және қайта егілетін адамның амнионның жасушаларының плацентасынан дайындалған жасушалық дақылдарда егуімізге болады. Қызылша вирусы жасушалық дақылда өзіндік цитопатиялық әсер көрсетеді. Бұл жерде цитоплазмалық қосындылары бар көп ядролы симпластарды анықтауға болады. Қосындылары анықтау үшін біз Романовский гимза әдісімен бояу қолданылады. Вирусты индикациясы маймыл эритроциттермен гем адсорбция реакциясын қою арқылы жүзеге асыруға болады. Индикация үшін иммунизация жануарлардың сарысумен гемабсорбцияның тежеу реакциясын, цитопатиялық әсерін ескертуімізге болады. Бейтараптау реакция, гемагглютинацияның тежелу реакциясы және иммунофлюоресценттік реакцияларды қоюымызға болады. Эпидемиологиясына келетін болсақ, қызылша өте жұқпалы ауру болып келеді. Инфекцияның көзі негізінен ауру адам болып табылады. Берілу жолы ауа тамшылы аэрозольді жолмен беріледі. Ауруға негізгі аурудың алғашқы күндері инкубациялық кезеңінде науқастар өте жұқтыру қабілеті жоғары болады. Көбінесе 2 және 6 жас аралығындағы балдар ауырады. Профилактикасына келетін болсақ, қызылшаға қарсы біздің Қазақстанның күнтізбесінде арнайы вакцина қолданылады. Спецификалық профилактика үшін біз қызылшаға қарсы тірі вакцина қолданылады. Вакцина жапондық бөденелердің эмбрион жасушаларының біріншілік дақылында өсірілген Ленинград 16 штамынан немесе оның клондаған Мәскеу 5 штамынан дайындауға болады. Вакцина күнтізбеге сәйкес бала туғаннан соң 12-15 айлық мерзімінде жасалынады, ал ревакцинация 6 жасында жасалынады. Шұғыл профилактикалық мақсатта қызылшаға қарсы иммуноглобулин енгізу арқылы біз жедел аз уақытқа иммунизация жасауымызға болады. Паратит. Паратитке келетін болсақ, бұл РНК құрылымды рубиловирус
туыстастығына жататын парамиксавириде тұқымдастығының вирусына жатады. Эпидемиологиялық паротит немесе бұны қазақта шошқа мойындап деп те атайды. Жалпы интоксикация мен құлақ маңы сілекей бездерінің зақымдалуымен сирек жағдайда басқа да безді ағзаларды, сондай-ақ жүйке жүйесімен зақымдалуымен сипатталатын ауру антропозоозды вирустық инфекция болып табылады. Морфологиясы барлық парамиксавирустарға тән. Антигендік құрылымы паротит вирионның серологиялық типтері бір текті болады. Бұл жерде негізгі екі антигені бар. Беткейлік V антиген және ерігіш S антигені бар. Эпидемиологиясына келетін болсақ, негізгі ауру көзі науқас адам, берілу жолы ауа тамшылы жолмен беріледі. Репродукциясы басқа парамиксавирустармен бірдей болып келеді. Лабораториялық диагностикасына келетін болсақ, науқастан негізі зерттелуге сілекей, ликвор, зар, қан сарысуы, секреция бездерінің функциясы алынады. Негізгі қызылша тәрізді бұл аурудың да диагнозы клиникалық белгісіне қарай қойылу өте оңай болып келеді. Серологиялық зерттеу әдістері 10-15 күн аралығында алынған науқастың қос сарысуымен жүргізілетін антидене титрін анықтау гемоглютинацияның тежелу реакциясы арқылы науқастың қан сарысуындағы антидене титрін анықтауымызға болады. 2 аптадан соң науқастың қан сарысуында антидене титр 4 немесе одан да жоғарыға көбейсе, бұл біздің диагнозымызды растайды. Сондай-ақ иммундық ферменттік талдау көмегімен науқастың қан сарысуында иммуноглобулин М және иммуноглобулин G-ді анықтауымызға болады. Вирусологиялық әдіс сілекейден, церебральды сұйықтықтан, зәрден дамып келе жатқан тауық эмбрионда немесе жасушалық дақылға енгізу арқылы вирусты дақылдандырып өсіре аламыз. Вирусты индикациясы тауық эмбрионынан алып, гемоглютинация реакциясын қою арқылы жасалынады, немесе жасушалық дақылда цитопатиялық әсерінен вирусты индикация жасауымызға болады. Ал идентификация жасау үшін иммунофлюоресценция реакциясы, бейтараптау реакциясы, комплемент байланыстыру реакциялары қойылады. Ретроспективті комплемент бекіткіш және антигемоглютинацияланатын антидене өсуімен расталады. Эпидемиологиясына келетін болсақ, табиғи жағдайда паротит вирус тек адамдар үшін сезімтал болып келеді. Бұл ауру негізінен маусымдылық байқатады. Көбінесе бұл аурудың өсуі күз және қыс айларында көп жиі кездеседі. Негізгі ауру көзі науқас адам болып табылады. Берілу жолы ауа тамшылы арқылы беріледі. Бірақ кей кезде сілекеймен зармен ластанған заттар, ойыншықтар сияқты балдарының заттары арқылы берілуі мүмкін. Құрсақтағы анаға, баласына плацента арқылы да берілуі мүмкін. Көбінесе 5 және 15 жас аралығындағы балалар ауырады. Профилактикасы спецификалық профилактика бар. Бұл қызылшаға қарсы біздің Қазақстанның күнтізбесінде аттенуацияланған Ленинград 3 штамнан тұратын тірі вакцина қолданылады. Бұл вакцина нәресте туылғаннан соң 12 айлығында жасалынады, ал ревакцинациясы 6 жасында салынады. Белсенді вирусқа қарсы иммунитетті құру үшін паротитке қарсы тірі вакцина қолданылады. Келесі вирусымыз коронавирустық. Коронавирустар недевирилаз тұқымдастығына жатады. Олар 2 тұқым астына бөлінеді. Коронавирины және торовирины болып бөлінеді. Коронавирины тұқымдастығы 4 туыстастығы бар. Альфа коронавирус, бета, гамма, дельта коронавирустар болып бөлінеді. Торовирины тұқымдастығының 2 туыстастығы бар. Торовирины және баффини
вирус болып бөлінеді. Бұл атаулар коронавирус деген атау вирустың пішініне сәйкес атау берілген. Адамдар үшін осы коронавирустың 7 түрі зиян келтіреді. Вирустың морфологиялық пішініне келетін болсақ, коронавирустар белгілі вирустардың арасындағы ең үлкенді геномды РНК геномды вирус болып табылады. Коронавирустың мембранасы гликопротеидті тікенектермен қапталып, вирион түрінде бұрандалы нуклеокапсидке орналасқан геномды қоршайды. Ал вирустық бөлшегінде пішіні сфера тәрізді нуклеокапсид орналасқан. Коронавирус вирусының құрамында келетін болсақ, негізінен 4 ағуыздан тұрады. С беткейлік ағуыз, М мембраналық ағуыз, Е қабатында қабақшалық ағуыз, Н нуклеокапсид ағуыздарынан тұрады. Бұлардың әрқайсының өзінің С, М, Н, Г ағуызы, Е ағуыздары осы вирустың репродукциясына қатысады. Бірі вирустың жасушаға енуін қамтамасыз етсе, екінші вирустың ішіндегі геномның синтезіне, репродукциясына қатысады. Мына кестеде біз коронавирустың бірнеше серотиптарын көруімізге болады. Репликациясына келетін болсақ, бұл коронавирусқа негізі сезімтал жасушалар жоғарғы тыныс алу жолдарының және төменгі тыныс алу жолдарының эпителиалды жасушалары осы коронавирусқа сезімтал болып келеді. Ең алғаш адсорбциясы С гликопротеидтерінің көмегімен жасушаға адсорбцияланады, эндоцитоз процесімен жасушаға енеді, жасуша ішінде РНК, ақпараттық РНК түзіледі, одан плюс геномдық РНК түзіледі. Осы цитоплазманың ішінде жиналу процестері жүреді. Жиналып, осы цитоплазманың ішінде вирустың нуклеокапсиді түзіледі. Нуклеокапсидінің сыртындағы бүкіл ағуыздары жинақталып, вирус осы жасуша цитоплазмасынан бүршіктену арқылы қоршаған ортаға келесі жасушаға енеді. Лабораториялық диагностикасына келетін болсақ, негізгі науқастан алынатын зерттеу материалдары бұл жерде науқастың бұрын жұтқыншақ шайындысы алынады, қан алынады, қақырық, зәр, нәжіс, қан сарысу алынады. Экспресс әдісте біз полимераздық тізбектік реакция қою арқылы осы вирустың геномын анықтау арқылы анықтаймыз. Және экспресс тестқа бізде иммунды ферменттік талдау әдісі жатады. Иммундық ферменттік талдау әдісі арқылы біз науқастың қан сарысуындағы иммуноглобулиндерді анықтауымызға болады. Қазіргі таңда вирустың спецификалық және бейспецификалық профилактикасы кеңінен қолданылады. Спецификалық профилактикасы үшін бізде қазір Қазақстанда Спутник V вакцинасы қолданылады, Казвак вакцинасы қолданады, Pfizer өндірген вакцина қолданылады, AstraZeneca вакциналары қолданылады, және Modern вакциналары қолданылады, Хаят вакциналары қолданылады. Бұл вакциналар негізінен 2 компонентті вакцина. Спутник вакцинасына келетін болсақ, бұл рекомбинация жолымен, гендік инженерия жолымен алынған коронавирустың С ағуызының аденовирусқа енгізу арқылы жасалынған рекомбинацияланған вакцина. Бұл вакциналардың негізі 2 этаптық вакцинамен жасалынады. Бірінші салынғаннан соң, екінші компоненті 21 күннен кейін салынады. Ал бейспецификалық профилактикасына келетін болсақ, бейспецификалық профилактикасы бірнеше бағытта жүріледі. Бірінші, инфекция көзіне қатысты, науқас адамды дер кезінде изоляция жасау, емдеу, ауруханада ПЦР тест 2 рет теріс болғаннан соң ғана шығару. Екінші, аурудың механизміне байланысты қарсы шаралар. Бұл жеке бастың гигиенасын сақтау, дезинфектанттар қолдану, қатаң маска
режимін сақтау сияқты шараларға бағытталған. Үшінші, ықтимал сезімтал контингенттер. Олар осы науқастармен жұмыс істейтін медицина қызметкерлерін қорғау, арнайы киімдермен жұмыс істеу сияқты, дезинфектанттар қолдану, жеке басының гигиенасын сақтау сияқты шараларға бағытталған. Қазіргі таңда коронавирус біздің елде өте көп тарап жатыр. Соған біз инфекцияның көзін осы именно бейспецификалық қорғанысты және спецификалық қорғаныстарды біріктіріп қорғаныс профилактика шараларын жүргізуіміз қажет. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.